4 сынып 2 сабақ 3 сыныпта өткенді қайталау. Бірінші есеп. Экспо 2017 көрмесіне көптеген елдердің туристер келді. Оларға мәтіндегі сандарды дұрыстап оқуға көмектес. Біз бір күнде 600 километр жолды жүріп өттік. Дүйсенбі күні көрмеге кіруге 1000 билет саттық. Қонақ үйдегі 400 орыннан тек 50 орын ғана бос қалды. Бұл павильонда шамамен 700 жәдігер бар. Бір айдың ішінде біз Астана қаласы бейнеленген 150 ашық хат жинадық. Кіші конференция залға 200-ге дейін, ал үлкеніне 400-ге дейін адам сыяды. Екінші есеп, өрнектерді есептеп дұрыстығын тексер. Бірінші, 65 қосу 180 879. 65-ке 879 қоссақ 944-ге тең. Келесі, 1000-нан 645 азайтсақ 355. Келесі, 416-ны 8-ге бөлсек 52-ге тең. Келесі, 159-ды 5-ге көбейтсек 795-ге тең. 34 000-ға 12 000-ды қоссақ 46 000. 91 000-нан 71 000-ды азайтсақ 20 000-ға тең. Үшінші есептерді шығар. Олардың әрқайсысы әр тәсілмен шығатынын анықта. Есепті шығарудың екінші тәсілін жаз. Бірінші, көрмеге 200 оқушы келді. Әр топта 12 ер бала және 8 қыздан бар. Экспо 2017 көрмесіне барлығы неше ер бала келді? Экспо 2017 көрмесіне барлығы неше қыз келді? Алдымен бір топта қанша адам бар, соны анықтайық. Ол үшін 12-ге 8-ді қосамыз. 20-ға тең. Енді 200 оқушыны 20 баладан топқа бөлсе, яғни 200-ді 20-ға бөлсек, бізде барлығы 10 топ бар. Енді әр топта неше ер бала, қыз бала бар, соны анықтайық. Яғни бір топта 12 ер бала болса, 10 топта 120 ер бала бар. Ал бір топта 8 қыз болса, 10 топта 80 қыз бар. Демек, жауап 120 ер бала, 80 қыз бала. Келесі екінші, көрмені тамашалауға 140 қыз бен 160 ер бала келді. Олар әр топта бала саны теңдей болатындай 10 топқа бөлінді. Әр топта неше баладан болады? Бірінші, біз барлық баланы санын анықтайық. Ол үшін 140-қа 160-ты қосамыз. Сонда 300-ге тең. Енді барлығы 10 топ болса, 300-ді 10-ға бөлейік. Сонда 30-ға тең. Демек, бір топта 30 баладан бар. Келесі төртінші есеп, теңдеулерді шеш. Бізге күрделі теңдеулер берілген. Ең алдымен теңдеуді ықшамдаймыз. Ол үшін 450-ден 300 азайтсақ 150-ге тең. Көбейту x тең 450. Енді белгісіз амал компонентін анықтаймыз. Ол үшін x-ті табу үшін 450-ді 150-ге бөліп теңдеуді шешеміз. Сонда x-тің мәні 3-ге тең. Енді теңдеудің дұрыстығын тексерейік. 450 азайту 300 көбейту 3 тең 450. Келесі екінші есеп, x азайту теңдеуді ықшамдайық. 315-тен 245 азайтсақ 70 тең 526. Енді белгісіз амал компонентін анықтайық. x-ті табу үшін 526-ға 70-ті қосамыз. Сонда x-тің мәні 596-ға тең. Сонда 596 азайту 315 азайту 245 тең 526. Келесі бесінші есеп, теңдеулер құрып, оны шеш. X қосу 320 тең 560-ға 200-ді қоссақ 760. Енді x-ті табу үшін 760-тан 320-ны азайтамыз. Сонда x-тің мәні 440. Енді амалды орнына қояйық. Тапқан амалымызды, яғни 440-қа 320-ны қосамыз, 560-ға 200-ді қосамыз. Сонда 760 тең 760. Алтыншы есеп,
Есептерді теңдеу құрып шығар. Дүйсенбі күні көрме павильондарының бірінде 958 адам болды. Олардың 429 ересек адам, қалғаны бастауыш сынып оқушылары. Дүйсенбі күні павильонда қанша бастауыш сынып оқушысы болды? Біз бастауыш сынып оқушыларын x деп алсақ, сонда 429 қосылған x тең 958. Енді x-ті анықтайық. Ол үшін 958-ден азайтамыз 429-ды. Сонда x-тің мәні 529-ға тең. Енді орнына қояйық. 429 қосу 529 тең 958. Келесі екіншісі. Кешкісін көрме алаңында концерт өтті. Концертте 586 ересек адам болды, қалғаны балалар. Егер концертке барлығы 800 адам келген болса, онда балалардың саны қанша? Біз балаларды x деп алсақ, сонда 586 қосу x тең 800. Енді x-тің мәнін анықтайық. Ол үшін 800-ден азайтамыз 586-ны. Сонда x-тің мәні 214-ке тең. Орнына қойсақ, 586 қосу 214 тең 800. Жетінші есеп. Өрнектерге теңдік тура болатындай жақшалар қой. Яғни, бірінші есепте өрнектің мәнінен 40 саны шығу қажет. Сонда жақшаны былай қойсақ, 75-ті 5-ке бөлсек, 15-ке тең. 15-ке 45 қоссақ 60, 100-ден 60-ты азайтсақ 40. Келесі есепте. Жүзден 45-ті азайтсақ 55, 55-ке 75-ті қоссақ 130. Сонда жақшаны былай қояйық. 100-ден 45-ті азайтсақ 55, 55-ке 75-ті қоссақ 130, 130-ды 5-ке бөлсек 26. Енді келесі жақша. 45-ке 75-ті қоссақ 120, 120-ны 5-ке бөлсек 24, 100-ден 24-ті азайтсақ 76. 8-ші есеп. Ойлан және жауап бер. Қонақтар көрмеден шыққаннан кейін дәмханаға кірді. Даяшыда 3 көк және 4 қызыл кесе болды. Ол үстелге 4 кесені қойды. Үстелдің әр тұсынан неше кесе болуы мүмкін? Барлық мүмкін нұсқаларды жаз. Яғни бізде барлығы 3 көк және 4 қызыл кесе бар. Демек 4 кесені қойса, үстелдің үстінде 3 көк және 1 қызыл кесе болуы мүмкін. Немесе 2 көк, 2 қызыл, одан немесе 1 көк, 3 қызыл, немесе 4-еуі де қызыл кесе болуы мүмкін. Сонда 4 нұсқасы бар. 9-ші есеп. Есепте дұрыстығын тексер. 136-ны 4-ке көбейтсек 544. Келесі 108-ді 4-ке көбейтсек 432, 432-ні 2-ге көбейтсек 864. Келесі 504-ті 3-ке бөлсек 168. Осымен есептеулер аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.